Орталық Азия Қытай іскерлік кеңесінің құрылуы тұрақты экономикалық өсім мен өңірлік ынтымақтастықты нығайту жолындағы маңызды қадам. Кеңес аймақ елдері мен Қытай арасындағы экономикалық серіктестікті дамыту және өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейтуде шешуші рөл атқарады. Совет является важной площадкой для обеспечения эффективного сотрудничества между странами Центральной Азии и Китайской Народной Республикой. Сегодняшнее мероприятие не просто протокольная встреча, это стратегическая возможность еще раз подчеркнуть, как регион Центральной Азии и Китая выстраивает глубокое партнерство, основанное на взаимном уважении. 9 жолдың торабында орналасқан Қазақстан тепе-теңдік сақтауға ұмтылысымен, прагматизммен, сындарлы диалог жүргізуге талпынысымен және көп жақты ынтымақтастыққа бағытталуымен экономикалық өзара әрекеттестікті қолдайтын мемлекет екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.